Енді о бима анфақу мин амуалихим деп жатқаны Алла тағаланың өз малдарынан оларға кейбір нафақа берулері дейді ер адамдардың. Әй әл мухур уан нафақат уал кулаф аллати аужабахуллаху алейхим лахунна. Енді бұл арада ер адамдар әйел адамдарға махр беруге неке қиған кезде, кейін оларға нафақа тауып беруді. Ер адамның мойнында үш нәрсе бар, жақсылап біліп алыңыздар. Бірінші, ішіп жемі, киім кешегі, баспанасы. Осы үш нәрсе ер Алла тағала кітабында, пайғамбар сүннетінде бұйырған нәрсе осы. Осы үш нәрсе. Баспана, киім кешек, оның күнделікті ішіп жеу асы. Бұл ер адамның мойнында. Ал енді ол жерде жаңағы сенің жаңағы мені баспана беруің маған, тауып беруің, киім кешек тауып беруің, одан кейін жаңағы маған ішіп жемді тауып беруің, сенің міндетің. Так что мен күнде қазы қарта, күнде жаңағы брендовый киім көйлектер киіп тұруым керек, виллада тұруым керек деп шарт қоя алмайды. Бұл жерде ғалымдарымыз айтады, шарт болып жатқан міндет қай уақытта? Зәру жағдайды жауып тұру. Жоқ дегенде жаңағы бір комнаталы пәтер, бір бөлмелі пәтер тауып беруің. Тіпті бір временка салып беруіңнің өзі, сен ол жаңа баспанамен қамтамасыз етіп мойныңнан түседі. Ал енді киімге келген кезде не істейді? Оның әураты жабық болатындай деңгейде сен оған шүберек тауып берсең, сенің мойныңнан жауапкершілік түседі. Ал енді тамағына келетін болсақ, оның күнделікті ашығып қалмайтындай, әлсіреп ғибадатқа, басқа іске жарап қалмайтындай деңгейде тамағын тауып беруің ол сенің міндетің. Ал енді сен күнде маған қазы қарта, болмаса қызыл икра тауып бер, ол сенің міндетің деп айта алмайды. Түсініздер ғой? Сондықтан шариғат талап еткен нәрсе, ал енді одан да көңілінен шығамын, оған жақсы бір ұнағым келеді деп өзіңіз қалап бір нәрсе істеп атсаңыз, ол шариғатта не? Ол рұқсат етілген нәрсе.